Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырыбымыз Аллах Субханала Тағала үш түрлі адамды жек көреді. Олар қайсылар? Олардың біріншісі көп тамақ жейтін адамды жек көреді екен. Сондықтан да көп тамақ жемейтін, аз жейтін жандардың бірі болыңыз. Аллах құдси хадисте де айтады: білімді аштыққа жасырдым дейді. Қарның тоқ болып білім оқысаңыз, ол кезде адамның ұйқысы келеді. Адам аш қарында оқитын болса, ол білім миға қонады екен. Сондықтан да Аллах екінші жек көретін сипаттағы адамдар бұл сараң адам дейді. Аллах сізге рызық несібені, барлық напақаларды сізге жібереді, ал сіз оны өзім еңбегім арқылы, өзім жасадым, өзім таптым деп ешкімге жәрдем бермей өзіңізге жинайтын адамдарды, Аллах сондай сараң адамдарды жек көреді екен. Өйткені өзіңіз ойлаңызшы, сіз біреуге 24 мың ақша бердіңіз, ол сізге еш уақытта қайтармайтын болса, сіздің жағдайыңыз қандай болмақ? Алла Субханала Тағала бізге де 24 сағат уақыт береді, бірақ біз 1 сағат уақытын оған арнамасақ, оған дәріптеп намаз құлшылықтар жасамасақ, бұл дұрыс болғаны ма? Сондықтан да біз сараң адам болудан Аллахтың өзі сақтаған болсын. Үшінші сипаттағы адам тәкаппар адам. Ол тәкаппар адамды Алла Субханала Тағала жек көреді екен. Сондықтан да білімге де мысалы үшін тәкаппар болмауымыз керек, өмірде де тәкаппар болмауымыз керек. Шайтанның өзі тәкаппар болғанның негізінде жәннаттан қуылмады ма? Алла Субханала Тағала осы үш сипаттағы адам болудан сақтаған болсын. Аман сау болыңыздар. Сіздермен байланыста болған Әлішер Сапарбекұлы.